Бүгін бізде present simple осы шақ. Special question. Соның ішіндегі special question арнайы сұрақ. Соны өтеміз. Енді көп адамдар осы present simple-да 5 сұрақтың ішінде, present simple-да 5 сұрақтың ішіндегі осы special question арнайы сұрақта көп қателеседі. Соның ішінде сондықтан осы формуланы есімізге түсірейік. Формула бізде what, не, қайсы, why, неге, where, қайда, when, қашан, how, қалай. Енді келесі бізде do, does, уже көмекші жетістіктер. Оны біздер жирными белгілеп қояйық, өйткені көп адамдар осыны тастап кетеді. Келесі бізде I, we, they есімдіктер. Мен, сен, біз, олар, және he, she, it. Он, he балаға айтылады, she ана, қызға айтылады, it ано, your friend жасайық, сенің досың, және етістік бізде. Енді осыларға қатысты мысал келтірейік. Көп адамдар осы айтқанда do, does тастап кетеді. Сондықтан оны автоматқа бізге жеткізуіміз керек. Мысалы, сен қашан келесің? When do you come? Немесе сен не айтасың? Сен не айтасың болса, what do you say? Әрбір бағананың астына қояйық керек сөздерін. Сұрақтың астына, көмекші етістіктің астына, есімдіктің астына, және етістіктің астына. Сен не айтасың? What do you say? Келесі мысал. Сен неге жиі күле бересің? Жиі күлесің, немесе сен неге жиі жымиясың? Орысша, почему ты улыбаешься часто? Why do you smile often? Why do you smile often? Тағы бір мысал жазайық. Сен билетті қайда сатып аласың? Сен билетті қайдан сатып аласың? Where do you buy the ticket? Мына жерде the деген артикль қоямыз. Өйткені ол определенный артикль. Осы ticket деген билет туралы сұрап жатқан адам уже не жөнінде айтып жатқанын уже белгілі осы әңгіме барысында. Сондықтан мына жерде the-ны қолданамыз. Определенный артикль дейді, белгілі артикль ол біз. Where do you buy ticket? Сен билетті қайдан сатып аласың? Келесі бізде қашан сен ұшасың? Когда ты улетаешь? Ол бізде when do you fly? When do you fly? Сен қашан ұшасың? Тағы бір мысал. Олар қалай жұмыс істейді, мысал? Деп сұрақ қойғың келсе, how do they work? Еске сала кетейін, біздер мына жерде do-ға мысал келтіріп жатырмыз. Бүкіл осы 5 сұрақты қолданып, do-ға және барынша көп кездесетін есімдіктерді қолданып формула бойынша сөйлем құрып жатырмыз. Сонымен how do they work? Олар қалай жұмыс істейді? Тағы бір мысал, сен қалай тамақ дайындайсың? Деп айтқың келсе, how do you cook? Осындай неғұрлым көп мысал келтірсеңіз, соғұрлым тез автоматтандыруға, жаңа тез айтуға үйренесіз, тез айтып үйренесіз. Енді тағы бір мысал, енді біздер does-ға келтіреміз. Егер түсінікті болса, мына кетіп тайын. Does бізде бір мысал, оған не ұнайды? Что ей нравится? Болса, what does she like?
Біздер қазір мына doesға мысал келтіріп жатырмыз. Айтпақшы, бұл жерде бізде формуламыз бөлініп тұру керек. Негізінде соны бөліп қойық. Енді doesға мысал келтірейік. What does she like? Оған не ұнайды? Келесі. Ол не айтады? Что он говорит болса? What does he say? What does he say? Что он говорит? Сенің апаң қайда оқиды болса? Где твоя сестра учится? Болса біздер Where does your sister study деп айтамыз. Where does your sister study? Келесі бізде қашан сенің жұмыстасың келеді деген сұрақ қойғыларың келсе, When does your colleague деймізде қате деп тұр. Colleague come. When does your colleague come? Сенің жұмыстасың қашан келеді? Когда твой коллега приходит? Тағы бір соңғы мысал. Сенің әкең қалай тамақ дайындайды? Как готовит твой отец болса? How does your dad немесе father cook? How does your father cook? Егер түсінікті болса, осылай қандай етістіктер мысалы өмірде кездеседі? Мысалы қандай етістіктер жұмыста немесе сабақ барысында немесе осы ағылшын қолданған кезде, ағылшын сөйлескен кезде қандай етістіктер кездесуі мүмкін деп ойлайсыздар? Соны жүйеге қойып, мысалы мынаны ауыстырып жүйеге қойғаннан кейін етістікті ауыстырып мыналарды мысалдар келтіре беру керек. Неғұрлым көп мысал келтірсеңіз, соғұрлым автоматтандыру әдеті сізде қалыптасады. Одан қате жібермей үйренесіз. Мысалы, қашан сен келесің? When do you come? Бұл жерде ең бастысы мына he, she, it, your friend деген бөліктен does'ды солай біріктіріп айту керек. Бұл айтпау керек. Мысалы, what do she деп айтпау керек. What does she? Немесе when does your friend come? Бұл жерге бір етістікті алайық та, мысалы, қандай жұмыста бізде қандай етістіктер кездесуі мүмкін? Келесінде мысалы келу деген бар, үйге кету деген бар да, үйге бару деген go home, үйге бару. Сен қашан үйге барасың болса, when do you go home? Немесе сен досың қашан үйге барады болса, when does your friend go home? Осылай неғұрлым керек етістіктерді көп жазып, осы жерге көп жазып, сол мысалдар әдеттендіре берсеңіз, соғұрлым тез сізде қалыптасады и сұрақ көбінесе сұрақ сосын жеңіл сізде қойылады.